Достар, мен бүгін анасын екеуміз пицца пісіреміз. Жарайсың, көркем. Ол үшін бізге бірінші не керек? Жұмыртқа керек, е? Жұмыртқа ұстаймыз. Күшті олды, е? Енді оны араластырамыз. Молодец, жақсы. Араластыра ғой өзің. Одан кейін бізге енді не керек? Айранды құямыз да. Құямыз. Енді араластырамыз, е? Әдемілеп. Араластыра ғой. Араластырамыз, әдемілеп араластыр. Одан кейін енді әдемілеп араластырды. Енді біз ұн саламыз. Ұн саламыз әдемілеп, е? Енді араластырамыз. Енді араластырамыз. Енді біз одан кейін разрыхитель қосамыз, е? Араластырамыз, әдемілеп араластырамыз. Мұна ұзбей болады. Араластыра бер, жақсылап. Одан кейін кішкене қант қосамыз. Одан кейін тұз қосамыз. Мама, еще қосы. Болды. Әдемілеп өткізген. Міне, керемет мен қызым. Вау! Қандай күшті болды, е? Жан. Енді камераға көрсетеміз, е? Пиццамыз. Әкел, бесті. Дайын болды. Пиццамыз дайын болды. Енді кесеміз, е? Әкел. Қызым, бұл қазақтың көнеден келе жатқан асыл қазынамыз домбыра аспабы. Ежелде қазақ халқы қуанышты, қайғыны осы домбыраның үнімен жеткізетін болған. Мынау домбыраның басы, екі құлағы, мойны, 19 пернесі, 2 ішегі, және де дыбыс шығарғыш ойығы, тиегі мына жақта түймесі бар. Қазір екеуміз халық әні, Еркемай әнін бірге айтып көрейік, е, қызым? Иә. Еркемай